Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: инналлаха завали ал-арда дейді. Хатта раайту машарикаха ва магарибаха. Аллах тағала дейді маған жаңағы бүкіл жерді жайып көрсетті дейді. Қараңыз, көз алдына көрсеткен ғой. Болашақ қалай болады білесің бе үмбетіңнен деп. Солай көрсетті, мен көрдім дейді. Бүкіл батыстары, бүкіл шығыстарын көрдім дейді. Ва инна мулька уммати, шында да бұл менің үмбетімнің мүлкі дейді. Қараңыздар, яғни дінді ұстанудағы көлемі. Қараңыз, діннің таралудағы көлемі дейді. Сая білғу мәзу ияли, жаңағы жайылып көрсетілген, қаншама жайылып көрсетілген нәрсе көрсетілді маған дейді, шығыстары мен батыстары. Соның барлығына тарайды екен дейді. Қазір жердің бетінде бір ел жоқ, ол жерде мұсылмандар болмаған. Түсіндіңіздер ме? Сосын ол мұсылмандар ол елде керек. Ол ешқашан қуылмайды, ол мұсылмандар ол жерден. Тарихи заңдылық. Неге? Өйткені ол мұсылмандар ол жерден кетсе, ол жаққа азап келеді. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Сондықтан ешқашан елдің ортасына бармайды азап. Анау теңізден, цунами сияқты бір айнала жақтардан кеп тұрады жалпы. Бірақ мұсылмандар бүгінгі жердің бетіндегі бүкіл елдерге мұсылмандар керек. Ол тарихи факт болады да. Ол әлбетте міндетті түрде керек олар. Азап келмес үшін. Көрдіңіз ғой? Соның бәрін жаңа көрдім дейді мен. Сосын мен сұрадым дейді. Үмбетім үшін үш нәрсені сұрадым дейді. Алла юхлаку бисанатин амма. Раббым жаппай, барлық үмбетіме жаппай келетін жұт деген нәрсені жібермеш деп. Жұтпен құртпашы менің үмбетімді ешқашан деп. Бірінші сұрағаным осы дейді. Екінші, Алла юсаллита алейхим адуан мен гайрихим файюхликахум. Сыртқы дұшпанды ешқашан пәрменді қылмаш дейді оларға. Түсіндіңіз бе? Келіп бүйтіп талап кететіндей қылмаш дейді оларда. Екінші нәрсе. Үшіншісі, ва алла ялбисахум шияган ва юзиқа бa'дахум бa'са бa'дин. Сондай-ақ өздерін ішінара бір-бірін түсіне алмайтынға бөліп тастамаш дейді. Бір-біріне зиян тигізіп жүрмейтіндей болсыншы дейді. Сонда Аллах тағала айтады: я Мұхаммад, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, инни иза а'тойту атаан, егер де мен бір нәрсені сыйласам дейді, айтқан нәрсем сол бетінде болады дейді, өзгермейді дейді. Фала марадда лаху, қайтып алмаймын дейді оны. Бірінші сұрағыңа байланысты, инни а'тойтука ли умматика, мен саған бердім үмбетің үшін дейді. Үмбетіңе андай жағдайды берем дейді, қияметке дейін. Алла юхлаку бисанатин амма, ешқашан жұт келіп жаппай қырылмайды. Екіншісі, ва алла усаллита алейхим адуан мин гайрихим фаястабихахум, сыртқы дұшпанды ешқашан оларға пәрменді қылмаймын дейді. Көрдіңіз ба? Үшіншісі, валакин, бірақ үшіншісінде, ей Мұхаммед, бірақ та ульбисахум шияға, бір-бірін түсіне алмайтындай бөліп қоям дейді. Алла тағаланың неге? Өйткені біз соны қалаймыз да. Біздің әрекетіміз, мәмілеміз қалайды соны. Ол қаламайды оны. Бірақ бір-бірін түсіне алмайтынға бөліп қоям дейді. Сыртқы бір дұшпандар келіп, сырттарынан келіп қырылмайды дейді оларда. Валакин хатта якуну хум бa'духум юхлику бa'дан, бірақ сенің үмбетің өз ішінде өздері бір-бірін жоятын болады дейді. Ваюфни, өздері бір-бірін талайтын болады дейді да. Қараңыздар. Ваясби бa'духум бa'дан, өздері тұтқындайтын болады дейді. Қазіргі заманда тіпті нақты көріністері көрініп жатыр, құрметті жамағатта. Қараңыздар қандай мәселе. Бұл азаптың үшінші түрі екен.